Армысыз YouTube көрермен, сіздермен денсаулық байлық арнасы. Бүгін өте ауқымды тақырыпты алып отырмыз. Ол темекі жайында болмақшы. Бүгінде қазақ ұлтының денсаулығын барынша тұншықтырып отырған бір дерт бар. Ол никотинге тәуелділік. Бұл осы күнге ғана емес, келешек ұрпағымыз үшін де қауіпті қатер. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректеріне жүгінсек, жер шарындағы халықтың 18%, яғни 1 миллиард адам темекіге тәуелді. Ал жылына 5,5 миллионға жуық адам темекі зардабынан туындаған аурулардан өмірін қияды екен. Жарнама мамандарының пікірінше, 30 және 50 жылдан астам уақыт аралығында түсірген фильмдердегі темекінің жарнамалауынан күні бүгінге дейін шылым өндірісі пайдаға кенеліп жатқан көрінеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мамандары жаһандағы барлық мемлекеттерге темекінің заң жүзінде жарнамалауға қатаң тыйым салуға ұсыныс білдіруде. Халықаралық ұйым өкілдері жасаған зерттеулері балалар темекі тартуды неғұрлым ерте бастаса, соғұрлым никотиннен бас тарту қиынға түсетінін дәлелдеген. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мамандары дүниежүзі адамдары небәрі 5% ғана шылымды әспеттеген жарнамалық дүниелерден аулақ екендігін айтады. Ал қалған 95% шылым өнімдерін үгіттейтін жарнамаларды күндіз-түні көреді. Егер нақты шара қолданбай, осы сарынмен жалғаса берсе, ғасыр соңына дейін 1 миллиард пенденің ажалы темекіден болатыны анық. Пайдасын темекі өнімдерінен көріп жүрген өндіріс орындар нарық аясын кеңейтуге, демек азаматтарымыздың жаппай темекі тартуына мүдделі. Мамандардың айтуынша темекі өнімінің жарнамалары толық тоқтатылса, темекі тартатындардың саны 16%-ға төмендейтіні анықтаған. Қазіргі таңда барша ғалам жұртшылығы осы әлеуметтік қауіпті әдетке қарсы күресуде. Әлемдік тәжірибеге сай бұл індетке қарсы күрес алдын алу мен экономикалық шараларды қолдану тәсілдері арқылы жүзеге асады. Алдын алу әдістерінің бірі темекінің қорабына өнімнің зиянды екенін жазылатын ескертулер. Австралияда темекі қораптарында өндірушінің фирмалық логотипі көрсетілмеген, керісінше темекі тартушылар арасында таратылатын аурулардың зардабы туралы жағымсыз суреттер берілген. Бұл суреттер біздің Қазақстанның да темекісінде көрсетілген, байқасаңыздар. Қазірдің өзінде Ұлыбритания, Канада, Үндістан, Жаңа Зеландия және Норвегия сияқты елдерде де нарыққа осындай өнімді енгізуді көздеп отыр. Европа елдері 2025 жылға дейін темекіні саудадан мүлдем алып тастауды нысанаға алып отыр. Ресейде мектеп пен колледждерге темекі тартқан мұғалімдерге қомақты айыппұл салынады екен. Батыстың көптеген елдерінде қоғамдық орындарда шылым шегуге заң жүзінде тыйым берілген. Францияда осындай заң күшіне енгеннен кейін кафе мен мейрамханалардың табыстары 10-15%-ға кеміп, жүрек қан тамырлары ауруымен өмірмен қош айтысатындар саны 15%-ға азайған. Ал Қазақстан темекі індетімен қалай күресуде? 2008 жылдың 1 қаңтарынан бастап қорап сыртындағы шылым шегу сіздің денсаулығыңызға зиянды, темекті шекпейтіндердің өмірі ұзақ болады деген жазулардың көлемі 30%-ға ұлғайтылды. Бұл халықаралық темекіге қарсы күрес жөніндегі конвенция мен келісім жасағаннан соң жеткен өзгеріс. 2011 жылы 22 қараша күні Қазақстан Республикасының үкіметі темекі бұйымының қорабына шайырлы заттардың никотиннің құрамы, олардың деңгейі мен жүйелік улар, канцерогендік әрі мутагендік заттар туралы мәліметтер мен темекі шегудің зияны туралы ескертуді орналастыру ережелерін бекітті. Қорап сыртындағы жазулар көлемі 40%-ға артты. Бұл ескерту темекіге тәуелді азаматтардың көзіне іліге қояр ма? Іліккен күннің өзінде де әр адам темекісін тастауға қауқары жете бермейді.
Әлем тәжірибесі бойынша ең тиімді шара экономикалық ықпал ету тәсілі, яғни темекі бұйымдарына мемлекеттік акциз мөлшерін арттыру. Бұл дегеніміз темекінің бағасын жылдан жылға өсіру. Байқасаңыздар да, Қазақстанда әр жыл сайын темекінің бағасы өсіп отыр. Темекі адам өліміне себеп болса да, тұтынуға рұқсат етілуі заңдастырылған жалғыз қауіпті өнім. Темекінің құрсауында қалғандардың 1/3, кейде тіпті тең жартысы ажалынан 15 жыл бұрын жан тәсілім етеді. Тәулігіне 10-12 шылым тартатындар жылдық уақыт өлшемімен есептегенде темекіге 24 күнін жұмсайтын көрінеді. Темекі Европа мен Азияда 15 ғасырда тіс ауырғанда қарсы дәрі ретінде қолданылған. 1492 жылы Кристофер Колумб белгісіз арал, яғни қазіргі Америка жағалауына тоқтағанда, арал тұрғындары күнге кептірілген өзара питум деп атайтын бүктеулі жапырақты қонақтарға ұсынады. Колумбтың екінші саяхатынан кейін темекі дәні алғаш Испанияға, содан әлемге жайылып кетеді. Темекінің кеңінен етек жайған себебі оның адам ағзасына тәуелділік тудыратын қасиетінде. Темекі адам ағзасы үшін ойлап тапқан ең зиянды дүние болып табылады. Шылымның түтінінде 30-дан астам улы заттар бар. Темекінің 1 және 2 қорабында никотиннің адамды өлтіретін өлімдік мөлшерлі у болады. Никотин уын қабылдаған адамды өлімнен құтқаратын зиянды заттардың ағзаға бірден емес, біртіндеп енуі. Темекі түтініне ерекше иіс пен дәм беретін, адам зәрінің құрамына кіретін урина дейтін химиялық қоспа бар. Никотин темекіге және басқа өсімдіктердің құрамында болатын алкалоид шылым чеккен кезде ағзаға бірден сіңіп кетеді. Өз кезегінде бұл химиялық элемент жүйке жүйесінің қоздыру әсерін беретін, мүшелердің салдану қаупін тудыратыны айдан анық. Қазақстан халықтарының 27% немесе еліміздің әрбір 4-ші тұрғыны темекіге тәуелді. Әсіресе жас балалардың темекі түтінінен зардап шегетіні өкінішті. Қадірменді YouTube көрермен, барынша осы ақпаратты таратып, темекіні адам баласының барлығы зиянды екенін білсе де, оны қойып кетуге қауқарлары жетпейді. Темекі қаншама адамның өмірін улап, оның өмірін қысқартып жатқаны айдан анық. Жас өсер ұрпақтың өмірін сақтау үшін, олардың келешек болашақтарын жарқын ету үшін осы темекіні доғаруды әр адам өзінен бастаса екен.